Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен өте дәмді шоколадты пудинг жасаймыз. Бізге қажетті заттар: 600 мг сүт, 3 ас қасық какао, 4 ас қасық құмшекер, 4 ас қасық картофельді крахмал және 50 грамм орех қажет. Ең алдымен орехтерімізді блендердан езіп аламыз. Табамызға құмшекерімізді, какаомызды, оның үстінен крахмалымызды салып, араластырып аламыз. Одан соң үстіне сүтімізді құйып, тағы да араластырамыз. Венчиктің көмегімен барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Араластырып болғаннан соң орташа отта газге қоямыз. Тоқтатпастан араластырып тұрамыз, немесе асты жабысып қалуы мүмкін. Енді үстінен біздің блендерден өткізілген орехымызды салып, тағы да араластырамыз. Отымыз міндетті түрде орташа отта болуы қажет. Енді үстінен 1 ас қасық ұнымызды салып, венчикпен араластырамыз. Біздің массамыз осылай қайнап тұрғаннан соң бөлек ыдысымызға салып аламыз. Бізде осындай масса пайда болу қажет. Енді өзімізге керекті ыдыстарымызға дайын болған массамызды құямыз. Бірден суытып қоюға болмайды. Бетін осылай пищевой пленкамен жауып, суығанша қоямыз. Суығаннан соң холодильникке 2 сағатқа салып қоямыз. Осымен біздің шоколадты пудингіміз дайын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.